Жылы жүрек жастар еріктілер тобының құрылғанына 1 жыл. Қайырымдылық жасасаң қайырын өзің көресің деген ұстаныммен келе жатқан Қызылорда қаласының қайырымды жастардан құрылған Жылы жүрек жастар еріктілер тобы 1 жыл ішінде ауқымды шараларды өткізіп, халықтың батасын алып, қуаныштарына куә болып келеді. 1 жылда атқарылған қайырымдылық шараларды назарларыңызға ұсынамыз. Сиқырлы керуен 2018 қайырымдылық шарасы қоғамнан тыс қалған, үйден өз еркімен шыға алмайтын және тұрмысы төмен отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі және үйден оқитын балаларды жаңа жыл мерекесімен құттықтап, 3 күнде 200-ден астам сыйлықтар таратып, ерекше балаларға қуаныш сыйлады. Жылы жүректен ыстық шай акциясы. Қыстың қытымыр аязында көшет тазалығымен айналысып, тоңуды білмейтін аға әпкелерімізге ыстық шай мен тәтті бауырсақтар ұсынылып, жылы сөздерімен алғыстарына куә болып, 60-ға жуық қызметкерлерге ыстық шай ұсынылды. Мерекеңмен аяулы ана шарасы. Мереке алдында еріктілер қарттар үйіне барып, әжелерге арнайы сауалнама жүргізіп, 8 наурыз күні қандай сыйлық күтетінін біліп алған болатын. Мереке қарсаңында еріктілер мен қаламыздағы қайырымды жандардан сауалнама бойынша жиналған сыйлықтар қарттар үйіндегі 50-ден астам апа әжелерге табысталды. Көңілді кештің соңы би кешімен жалғасып, қарттарымыз жастарға ақ батасын берді. Қарттарға кітап сыйла акциясы. 23 сәуір бүкіл әлемдік кітап күніне орай ерікті жастар Қызылорда қалалық қарттар мен мүгедектерге арналған интернат үйінде қарттарға кітап сыйла атты мерекелік шара өткізді. Қарттарым асыл қазынам. Осындай асыл қазыналардың бос уақыттарын тиімді пайдалануына және мәдени мұраға кенелуіне үлес қосу мақсатында қарттар үйінің кітапханасының кітап қорын көбейтті. Ең қымбат, құнды сыйлық ол кітап деген. Ерікті жастар 171 кітапты қарттарға сыйлыққа тарту етті. Сауабы мол Рамазан шарасы. Кімде-кім ораза ұстаған бауырына ауыз аштырса, оған ораза ұстаған адамдыкіндей сауап жазылады деген хадисте. Жылы жүрек жастар еріктілері қала тұрғындарына, вокзалдағы жолаушыларға ауыз ашатын уақытта 200-ден астам адамға құрма мен су ұсынып алғыстарын алды. Шын жүректен атты қайырымдылық концерті. Концерттің негізгі мақсаты 9 жасар Дильназдың еміне қаражат жинау болатын. Халықты қайырымды іс жасауға үндеу арқылы керемет көңіл күй сыйлау. Қайырымдылық концерттен жиналған 270 мың теңге қаржы толығымен Дильназдың мамасы Әбдіхалықова Гүлнар ханымға табысталды. Мектепке жол жалпы республикалық акциясы. Аз қамтылған және көп балалы отбасылар, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға жаңа оқу жылына дайындық кезеңінде және әлеуметтік себептермен мектептен қалып қоятын балаларға көмек көрсету мақсатында 11 оқушыға мектеп сөмкесі мен оқу құралдары үлестірілді. Қызылорда қаламыздың 200 жылдық мерейтойына ерікті жастарда өз үлесін қосты. Шарамыздың мақсаты сүйікті қаламыздың 200 жылдық мерейтойы қарсаңында қаламызға келуші қала қонақтарына арналды. Темір жол вокзалынан күтіп алып, олардың жол сөмкелеріне көмек беру және Қызылорда қаласы туралы қызықты деректер жазылған парақшалар таратылды. Сонымен бірге тәтті бауырсақ, ұлттық тағам құрт және жергілікті дәмді алма ұсынылып, кішкентай бүлдіршіндерге шаралар таратылды. Сыр елінің қонақжай екендігіне қуанған жолаушылар алғыстарын білдірді. Бүгін сенің мерекең атты жобасы. Әрбір бала бақытты болу үшін жаралған. Ерікті жастар өмірге құштар балаларды қуантып, туған күнімен құттықтау мақсатында бүгін сенің мерекең атты жобасын тұрақты түрде жыл бойына жасап келеді. Тағдырдың сынына тап болса да соған мойымай, өмірге талпынған әрбір балаларымызды туған күндерімен құттықтап, дәмді тортпен түрлі түсті шарлар көтеріңкі көңіл күй сыйлап қуантуда. 1 желтоқсан тұңғыш президент күніне және 3 желтоқсан халықаралық мүгедектер күніне орай Талсуат ауылындағы мүгедектерге арналған оңалту орталығында жатқан ем қабылдаушы жандарға арналған спорттық сайыс. Спорттық шарамыздың мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандарға көңіл бөлу, оларды қоғамдық ортаға етене араластыру және бұқаралық спортты дамыту. Спорттың 4 түрінен өткізілген сайыста орталықта ем қабылдап жатқан жандар өзара бақ сынасты. Тартысты өткен додада жеңімпаздар арнайы дипломдармен марапатталып, ұлттық нақыштағы кәде сыйлар табысталды. Сиқырлы керуен 2019 жаңа жылдық қайырымдылық шарасы. Алғашқы күні ерікті жастар денсаулық жағдайына байланысты үйден оқитын және мүмкіндігі шектеулі ерекше балалардың үйлерін аралап, жаңа жылдық көңіл күй сыйлап қуантты. Аяз ата Ақшақар және түрлі ертегі кейіпкерлерімен бірге қойылым қойып, 60-қа жуық балаларға сыйлықтар үлестірді. Ал екінші күні ерікті жастар Нартай Бекежанов атындағы музыкалық қазақ драма театрына мүмкіндігі шектеулі балаларды шақырып, театр өнерпаздарының балаларға арналған жаңа жылдық шыршасымен қуантып, еріктілер тобымен қаламыздағы қайырымды жандардың дайындаған 50-ге жуық сыйлық
балаларға табысталды. Үшінші күні ерікті жастар 103 балаға сыйлық жасады. Асыл мирас аутизм бар балалардың орталығында болып, жаңа жылдық шыршасына қатысып, 35 балаға сыйлық ұсынылды. Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету балалар орталығында болып, 68 балаға жаңа жылдық сыйлық табысталды. Жылы жүрек жастар еріктілер тобы аз уақыт ішінде үлкенді-кішілі 19-ға жуық қайырымдылық шараларын өткізіп келе жатыр. Ерікті жастар халықтың ықыласына бөленіп, елдің батасын алып жүрген жастар. Жасалған қайырымдылық шаралар республика көлемінде телеарналардан көрсетілсе, жергілікті газеттерге мақала болып жарияланды. Мақсатымыз мақтану емес, қатыгездік көбейген заманда жақсы игі істерді жария жасау болатын. Бір жыл уақыт аралығында әрбір ұйымдастырылған қайырымдылық шаралар ескерусіз қалмады. Атап айтар болсақ, түрлі әлеуметтік басқармалардан, ата-аналар тарапынан Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Қызылорда облысы бойынша өкілі, орталық Ақмешіт Сырдария мешітінің бас имамы Болатбек Қажы Ұласқанұлының алғыс хатымен және ең үлкен марапат жылдың соңында аймақ басшысы Қырымбек Көшербаевтан алған алғыс хат болды. Белсенді ерікті жастарымыз Қызылорда облысының жастар басқармасының алғыс хаттарымен, Жас отан жастар қанатының алғыс хатымен, облыстық жастар ресурстық орталығының алғыс хаттарымен марапатталды. Ерікті жастар мұнымен тоқтап қалмақ емес, жыл бойына ұйымдастырылатын қайырымдылық шараларымен мұқтаж жандарға жүрек жылуын сыйлап қуантпақшы.